келісімен ауылындағы адамдардың оқу білімге деген көзқарасын, сол кездегі әлеуметтік жағдайды сипаттап көрсеткен. Қазақ ауылдарында мектепте аз болған, қазақтың балалардың көбісі оқымаған, тек қана байлардың балалары ғана қалаға барып білім алған және медреселерге барып білім алып оқыған солардың. Ал қазақтың балалары кедей шаруалардың оқуға жағдайлары болмаған. Сәбит бірақ өзі жетімдікті көріп, тұрмыстық тіршілігі ауыр болғанымен, бірақ ол сонда да өзінің білімге деген құштарлығы өте зор болған. Олар хат келген кезде біреуге сол хатты оқыған кезде сол адамға қарап таңқалып қызығушылықпен қараған, осылайша оның білімге деген оқуға деген қызығушылығы артылған, ашылған осыдан кейін. Және де бұл жерде Сәбит ауыл молдасынан білім алады, бірақ оған ауылдағы сол молданың білімі аз болады. Ол жаңа біліммен оқығысы келеді, бірақ енді басқа амал болмағаннан кейін барлық ауылдың балалары сол молдаға барып сабақ оқиды. Ол молда өте қатал болады, және де мектептерінде ешқандай бір жағдай жасалмаған, қараңғы жерде сабақ оқиды отырып, молда өте қатал кісі болады. Бірақ жаңағы сабақтар өте қарапайым, әріпті жаттау, қара тақтайға жазу деген сияқты және ешқандай кітаптар болмаған, тек қана діни мәтіндерді оқып, сол бойынша ғана олар жаңағы әріптерді танып білген. Сәбиттің үйіндегі жағдайы мәз емес болған, олардың малдараз, киімі жұпыны деген сияқты ауылдағы еңбекпен ғана күн көрген. Бірақ оның анасы осы Сәбиттің білім алып оқығанын қатты қалаған. Және Сәбиттің өзі де ескі кітаптарды, қағаздарды, тіпті қағаздың кішкентай қиындыларын өзін жинап, сақтап, сол жердегі әріптерді жаттап, үйреніп, өз бетімен де білім алған. Жалпы осы үшінші тараудың негізгі мәні бұл жерде автордың оқуға деген шексіз құштарлығы, және де бірақ оған ауылдағы жағдайдың, отбасылық, тұрмыстық жағдайының қиындықтар тудырады, осы білімге деген құштарлығына, білім алуына қиындықтар туғызады. Төртінші тарауында бұл жерде Сәбит алғаш рет нақты оқу орнына барады, және алғаш рет мектепке барады. Ол мектеп жаңағы молданың үйі. Бұл жерде өте сондай қараңғы, және де от жағылмаса суық, жерде бір ғана киіз жатады, сол киіздің үстінде отырып балалар сабақ оқиды, ешқандай парта орындық болмайды. Ол жерде тек қана қара тақтай, алдарында діни мәтіндер және молданың қара таяғы. Осы мектептің құралдары осы ғана болған. Бұл тарауда мектептегі күнделікті өмірін айтқан, таңертең мектепке ерте баруы, сабақты жатқа айтуы, бұл жердегі жатқа айтқан сабақты жай ғана түсіндіріп естімеген, балалар жатқа айтқан сабақты. Және де молданың қатал ұстауы балаларды, кей балалардың сабақтан қашуы, және де барлығының бір бөлмеде ғана отырып сабақ оқуы осы жайлы айтылған. Және де Сәбит алғашында тез меңгеріп, оның оқуға деген оқуға сондай күшті әуестікпен келген. Мұны молдада байқаған, көзіне түскен молданың бірақ тұрмыстық қиындықтар, киімнің жұпынылығы, мектептің суықтығы, аштық, бұның барлығы оқуды қиындатады. Соған қарамастан бірақ ол білім алуын тоқтатпайды. Осы төртінші тарауда автор оқу менің болашағым деген ойды анық көрсеткен. Ешқандай қиындыққа қарамай, ол әрбір әріпті өткен сайын, әрбір әріпті ашқан сайын, білген сайын өзінің әлемінің кеңейген секілді, өзінің әлемі кеңейген секілді сезімде болған. Өте бір ерекше қуанған. Бұл тарауда ауыл өміріндегі оқу жағдайының шынайы көрінісі көрсетілген. Кедей баланы білімге жету жолындағы табандылығы көрсетілген, оның төзімділігі көрсетілген. Осы толық сипатталған жоқ осы үшінші, төртінші тарауда. Менің айтқан Сәбиттің балалық шағындағы негізгі қиындықтар қандай болды? Ең жоқшылық, тағы білімге деген құштарлығы, бірақ та жағдайдың жоқтығы. Ішін жеп барады, бала Сәбиттің ішін өртеп барады. Өртенген өртпен ол да өртеніп барады. Автор балалық шағы қай жерде, қай өмірде өткен? Яғни ол біздегі жаңашылық, қызыл жаты кезінде өткен болады, балалық шағы. Сәбит алғаш қандай мектепке барады? Ол ең алғаш ауыл молдасына мектепке барады, білім алады. Ол жаңаша оқуды қалайды, бірақ ол кезде ондай мүмкіндік болмайды. Сәбиттің білімге келген қызығушылығы неден басталады? Сәбит кішкентай кезінен тынаған тез жаттап, оқуға бейім болады, және де оның жоқшылық жеңілдікті көргені оны білімдікке итермелейді. Және де ауыл ұстазынан бірінші ауыл молдасынан білім алуы. Автор алғаш хат тануды кімнен үйренеді? Сіз айттыңыз ба? Молдадан шығарсыз? Қаншалықты түсіндіңіздер? Балқыш қаламен белгілі өтсеңіздер. Бірінші кітапты. Қаншалықты түсіндіңіздер? 7? Сикелада жазып дегенді іздеп, өзі Қызылжардан Омбыға барады. Сол Омбыға барып қалай барады, өзі қалай ұрлатып алған ақшаны жылап тұрып, станцияда жылап, қалай күн көріп тұрып, Омбыға барып Қази Торсынов тапқан жайлы айтылады. Ол Қази Торсынов оны Мағжан Жұмабаевпен таныстырады. Бұл шудонда өте қайратты, атақты алашордалықтар, үш жүздің партиялары, сол жердегі қақтығыстар, көзқарастардың бір-біріне жау, ата мен баланың көзқарасының бір-біріне жау болып қалған, туысқандардың бір-біріне деген қарастары сипатталады. Бірге Мағжан Жұмабаевтан білім алады. Мағжан Жұмабаев оған 4 пәннен сабақ береді, педагогикадан, орыс тілінен, қазақ тілінен сабақ береді. Мағжан оған қатты көңіл бөліп, оған кешке бірге шай ішіп,
мағжан оған жұмысқа тауып берді. Омбыда жүрген кезде курс оқу ақылы. Бірақ ол ақшасы жоқ. Қазір үйі Қызылжарға қайт, ауылына қайт, ол жерде саған ешкім ақша тауып бермейді. Барлығы бұл жерде безработникке жұмыссыздар деді. Бірақ сонда да совет білімге құштарлығы, менің табандылығымның арқасында жоқ, мен ауылға қайтпаймын, мен оқимын, осында білім аламын деп білімге Мағжаннан жұмыс сұрайды. Мағжан оған бір жерге қора тазалаушылыққа жұмыс істетіп қояды. Ол оған қора тазалау үшін ойнап күлетін жұмыс қой. Кішкентайынан таза жүрген, оқуға деген құлшынысы өте табандылығы арқасында оқып жүрген кезде Мағжан оның оқуға деген, өлең шығармашылыққа деген қызығушылығын көріп, өлеңдерін оқиды да, керемет. Оның махаббатқа деген шығармаларын көріп мақтайды. Не деген күшті шығарма, сен махаббат деген шығармаларың өте күшті екен дейді. Бірақ та өмір жайлы, келешек жайлы, ауыл жайлы жазған шығармаларын кішкене сынға алады. Сен оны жазба, сен үкіметке қарсы шығып жатқандай боласың. Сен лучше махаббат жайлы жаза бер дейді. Бірақ совет кішкене оған ренжіп қалады. Неге мен өз көргенімді білгенімді жазып жатырмын ғой? Неге мен барша орталықтар жайлы жазу керек та? Егер мен олардың жақсылығын көрмесем, мен әлі өзім жақсы көрген жоқпын әлі жақсы. Бірақ махаббат жайлы да жаза бермейсің ғой, не сезіп тұрсың, соны ғана жазамын деп кішкене Мағжанға ренжіп қалады. Сөйтіп жүріп, бұл сол революционарлық жылдарында болған ғой, курс Омбыда жүрген кезінде сол курс тоқтап қалады, қашықтар болып, сосын курс тоқтап қалған кейін не оқимын, не курс жоқ, басқа жоқ, жұмысым жоқ, не істейін, ауылға қайтадан кішкене алған ілімім бар ғой деп ауылға қайтып бара жатқан кезде нағашыбекпен кездеседі. Нағашыбекпен кішкене әңгімелесіп, ол үйде кішігірім тұрып, үлкен нағашы атасымен іздеп барады. Ол нағашы атасы 95 немесе 97 жастарында болады. Ол Тілмәш болған жайлы айтылады. Тілмәш болған, Хиуаны аралаған, Алматыда болған, Самарқандта болған, көптеген сол кеңес одағындағы үлкен қалаларда болған жайлы айтады. Білім көрген жайлы, сол нағашысынан көп әңгімелер, өткендерді естиді. Сосын ол дальнейшем нағашы жұртқа тегін тамақ болмаймын деп, мектепке тұрайын, мектеп немесе мектеп педагогика ілімін алып, сертификат алып, мектепте білім алайын деп, дальнейшем оқуға барады. Осы екінші томда қысқаша айтқан кезде сол көп Асадолла Асылбековті, Амангелді Имановты, сосын Сәкен Майғазиевті, Мұқанов, Әйтеновті көрген жайлы айтады бұл томда. Бұл өзі сосын әскери ол партия мүшесі болып, Қызылдар партиясына қосылып, ақтарға қарсы шыққанда қалай жараланғанын жайлы айтады. И сосын білім алуға деген құштарлығы ертең құштарлығы соншалықты қызыл үкіметке жақын, және қызыл үкіметті жақтап кедейлерге болысы, байларға қарсы шығады. Ол тек қана жекелеген тұлғаларды ғана айтпайды, өзіндік бір жаңағы ұйымдар айтады. Яғни 300 туралы, Алашорда партиясы сияқты жайттар туралы айтады. Негізінен советтің өз идеологиясында ол алыштықтарға және алашордалықтарға, алаш партиясына қарсы өзінің ой-пікірлерін айтқан болатын. Негізінен ол өзінің жаңағы 300 партиясының қызметі туралы есеген жағын нақтырақ біле отырып, өзінің соның жаңағы бір нәтижесіне келген болған. Және бұл 300 партиясында 1918 жылы оның басшысы Колчак болып, яғни ақ гвардияшылар мен қызыл гвардияшылар арасында соғыс туралы, яғни өзінің бір шиеленіскен жағдайлар туралы, яғни қызыл гвардияның яғни социалдық өзіндік бір идеологиясы болса, ақтардың ол тек қана монархиялық, демократикалық пікірді ғана қолданады. Яғни осы екі жақтарын соғыстыруға сипаттаған. Сосын біздің қазақтың қызыл армияшыларының ішіндегі Кәрім Сүтішев пен 18 жасар Хафиз Базарбаев туралы айтылады. Кәрім Сүтішев бұл тұтқынға түскен ақ гвардияшылардың қолынан қалай қаза тапқан туралы айтылады. Яғни қалың ортасында екі қолынан екі аяғын артқа артып, яғни қалың ортасында сойып өшекет жасаған. Ал 18 жасар Хафиз Базарбаевты қалай үстіне керосинмен қойып, оны тәрбие өте жеңіл туралы айтылады. Осы туралы айтып өтеді, және Сәбит Мұқановтың пікірінше ол Әлиханның коммунистердің өз ішіне алаш лидерлерін кіргізбейтінін түсінген, сол себепті алаш жастарын белсендіруіне үміт артқан. Яғни ол мұғалімдік курстарына барады ғой Сәбит Мұқанов. Сол кезде ол жаңағы Қази Тұрсановты іздеп барады. Сол кезде ол бір кісіні кездестіреді, былай сипаттайды екен. Бар таныс Қазидің қарама-қарасында танымайтын шоқша қара сақалды, қалың қара мұртты, қара кескенді кішкене денелі біреу отыр. Екеуінің ортасындағы кішірек столға арақ және оқу жеңіл закуска қойылған деп айтылды. Яғни ол Итбаевтың Қазиға қарама-қарсы тұрып отырғаны туралы айтылады. Яғни Итбаевтың оның жеке өмірінде баяндамасында 1918 жылдан кейін оның жеке өмірі туралы ешқандай ақпарат жоқ. Сол себепті ол автор өзінің баяндамасында Итбаевтың арықтан алкоголизмнен қайтыс болған туралы айтады. Және Мағжан Жұмабаевтың қолынан сабақ алып, ол жерде белгілі жаңағы пәндерді оқыған туралы, яғни ұстаз ретінде болған Мағжан сол туралы айтады, және екеуінің арасындағы бір келіспеушілік, наразылық туындайды. Яғни негізгі себебі Мағжанда оның махаббат туралы бір сезімдік бір өлең жолдар ұнағанымен,
өте қатты ұнайды, оны қатты мақтайтын Сәбитті. Бірақ бір кезде ойлары келіспей қалды, өйткені бұл жерде саяси идеология деген кезде, яғни Сәбиттің үкіметке билікке деген наразылығы туралы ой пікірлер келген кезде Мағжан оған жақтамады, құптамады ол ойын. Сол себепті оған жаңағыдай бір екі сөздер айтқан болатын маған. Соған Сәбитті ренжуіне байланысты ма, яғни жетім өскеннен кейін ата-ананың бір шешпешілік көрмегеннен кейін ба, бір өзіндік жаңағы Сәбит жеке қалай айтсам болады, өте көп ренжитін адам болған екен. Сосын бұл Мағжан сынауына қатты ренжіп, яғни осы өмір бойы Мағжанның идеологиясына, яғни алаштықтар үшін қарсы оймен тұрған болған. Яғни сондай бір идеология болды. Сосын Сәбит Мұқанов бұл Сәкен Сейфуллинмен өте жақын дос болған екен. Яғни ол ең басында Сәкенді бір өзінше яғни көкірегін керіп қалған, лестницадан баспалдақтан түсіп келе жатқан кезде қалай денесін тік ұстап, басын көтеріп, өзінше екенін қалай екенін сипаттаған. Сол кезде ең алғашқы көрген кезде оны бір өзін көтеріп қалған адам ретінде ойлаған. Кейін айтады, егер ол адамға жақын болатын болсам, ол саған барын ешқашан аямайтын ең жақын дос болғаны туралы айтып өткен болады. Жалпы менде болса. Жоқ, Қазақстанда бұл жаққа жағдай айтты. Яғни мен осы Сәбит Мұқановты былай өмір жолын былай есептеп тұрсақ, былай қарайтын болсақ, жоқ, жол иә. Сол мен темір жол есептеймін. Темір жолды қараймын. Темір жол болып суреттерін, темір жол. Бұл жерде үлкен паровоз, мына паровоз бізде. Бұл паровозда міне, бұл бізде үкімет. Үкімет бұл кеңес үкіметінің басшылары. Ал сосын мына жерде бізде қосылған вагондар. Осы вагондардың ішінде көптеген вагондар. Осы вагондардың ішінде бізде Сәбит Мұқанов. Проводник. Не үшін проводник? Себебі ол білім бар проводник. Ол қазақта неді, ауылдың балалары білім алмайды, білім жоқ деп айтты ғой қараңғы. Соға қараңғы жас ұрпаққа білім беріп жатқандықтан, қазақ әдебиетінің байталмас адам болғандықтан мен оны проводник жасадым. Осы ол әр тоқтаған станциямыз біздің өмір мектептеріміз. Әр уақиға ол кез келген адамды көріп, ол кез келген адамға қарайды, жақсы жағын немесе жаман жағын қабылдайды өзіне. Бірақ Сәбит Мұқановтың сол кішкене өзі ренжігіш, өкпелегіш болғандықтан ба білмеймін, кез келген адамды сынап тұрып, жақсы жағын айтады, иә, бірақ қатты сынапқа жібереді екен. Мендігіне көзім жетті. И алаш орталыққа ол кісі болыспайды. Ол кісі тек қана Қызыл армияда қызмет жасаған, и тек қана қанды жолмен ғана, не дейді, қанды жол деген кезде революциялық жол ғой, революциялық жолмен ғана осы қара халыққа, жас ұрпаққа білім беруге болады. Қызыл армия жақсы, Қызыл армия кедейлерге жол салды, Қызыл армия тек қана қазаққа жақын деп, қазақтың жақын деп ол санайды. Енді біздің неміз, не дейді, портретіміз, кітаптан алған портретіміз, осы кітаптан алған портретіміз. Яғни қызыл пойыздың қызыл жолда келе жатқан қызыл киімді адамдар болды. Осы біздің неміз. Бірақ ол қыз керек, оның арманы болады, соған оқуға түседі, мұғалімдер семинариясына. Ол бірақ жаңағы омбыдағы сапар жолы қиын болады. Оның жаңағы айтқан мына сөзі білімге деген құштарлық дейді, ол кедейліктен де күштірек дейді. Кедейліктен қандай нәрсе күштірек болуы мүмкін? Оның жаңағы Сәбиттің ол білімі күштірек болған екен. Кедейліктен асып кеткен оның білімі құлшынысы. Сосын ол мұғалімдер семинариясына оқуға түседі. Ол мұғалімдер семинариясында оның оқуы өте қиын болады. Не себепті қиын болады деп ойлайсыз? Ол ауылдан барған бала. Иә, орысша сөйлеп, орысшаға шорқақ болады. Сол үшін оның жаңағы ол жақта оқу қиын болады, бірақ ол өзінің табандылығы мен жаңағы білімділігінің арқасында оның барлығын жеңіп шығады. Ол жақта жақсы оқиды, ол жақта жаңа достар табады. Ол кезде омбыда бірлік, жас азамат деген ұйымдар болады. Сол ұйымдарда қызмет атқарады. Осы 1916-1917 жылы үкімет құлдырайды. Сол кездегі жаңағы көзқарас, жаңағы қазақ даласындағы жастардың сана сезімі сол кезде өзгереді барлығының. Сосын соңғы тарауында жаңағы Сәбиттің жаңағы қысқаша өмірі, барлық басынан өткерген жаңағы оқиғалары, жағдайлары суреттеледі. Өмірдің өзі үлкен мектеп деген осы ой қалыптастырады осы кітапта. Соңында солай жазылады, өмірдің өзі үлкен мектеп. Иә, көп онда жаңағы. Екіде де өте көп алшақтан уже елестесең. Оны біз түсіне алмаймыз мысалы жаңағы. Қызыл біреулердің құлдырауын мен түсінбеймін, қызылдар күндері, ақтар күндері мысалы. Бізде идеология, демократикалық идеологияда, ал оныкі коммунистік идеологияда. Мен оларды түсінген жоқпын. Енді біз ақпараттық қой Николайды, біз отар болдық. Жоқ, байлар деген абай мысалы үшін мұның байларға болсыңдар деген сөздің неден шыққанын түсіндім. Себебі байдың бәрі жаман емес, кедейдің бәрі жақсы емес. Сенің еңбекке деген құлшынысың, табандылығың, қалай сен еңбек етесің, дәл солай сен тамақ жейсің. Сондай құлшыныс болу керек қой деген неге қалып сізде қалай қорытасыз? Қысқаша сізде барлығын айтып тәсіл дегенде сол енді. Жаңағы әлем бойынша Лермонтов, Достоевский даже американцы оларды оқысын, ешкім абайдың басын қатты білмейді. Жоқ, олар не үшін оқыды? Потому что кезінде совет үкіметі дүркіреп тұрды. Сонда не үшін оқыды? Бірақ оқи тұра американдық кеңес үкіметінің несін алды ма? Режимі. Жоқ, неге алған жоқ? Но они прям, кажется, солардың нелерін, даже русский балет, например, да, это то же самое, мықты, чем американский балет. Но бірақ
андай бірақ ол түптің қазір президент қазір в основном біздің президент Қытайға нетеді, потому что он знает китайский, французский, и как бы Китай тоже как бы бізден дамып кеткен өздерінің әлем интернеттері бөлек, олардың өздерінің вообще өмірлері бәрі бөлек, и андай как сказать неге Қытай өзінің алдына мысалы Қытайда білім алсаң Қытайда еще оқу арзан, чем у нас в Казахстане. И сосын олардың талабы мықты. Олар біз сияқты отырмайды, олар таңертең кешке шейін кітап оқиды, олар кез келген мысалы үшін может, например, университетте оларда таңертеңгілік біздікіде кешкі пара болады, ертең обедхана уақыты. То есть сен таңертең келесің, кешке жақын. Біз қазір сондай өз балаларымызды талап ете аламыз ба? Қытайдың талабымыз өзіміздің андай нетесін талап ете аламыз, қоя аламыз ба? Орындалмайды. Сіз айттыңыз, біз әр адамға рахмет осы кітап оқуды бастағалы бері біз уже бесінші кітап кездесуімізді айтып жатырмыз. Алтыншы кітапты оқып жатырмыз, бірақ бесінші кездесуді оқып жатырмыз. Бір кітап алдыға кетіп жатырмыз. Себебі осы желтоқсан айында толық аяқтаймыз деген ойдамыз. Өйткені бұл февраль айында тоқтайды, амандық болса февраль айында тоқтайды. Міндетіміз жаңағы миллионға талпыну. миллионға кемелдікке жету жолын көрсететін ең маңызды тұлғалардың бірі. Автор бірінші туындының өте жақсы әсер алып, өте ең алғыс шағы білімге деген құштарлық. Басқа түсінбегенде не тұрған деп білмеймін, шығарма өте қызықты, әсер дегенде әсерлі болды, телефонға салып бердім. Тыңдай отырып шығармашылыққа, бауырмалдыққа, болды дейді, нәтиже солай шығарма жалпы Сәбит Мұқанов өмір мектебі кітабы бірінші тарауда менің тарихым деп басталады. Бөлім бойынша мұнда Жаманшұбар деген атаумен басталатын ауыл болады, соның жанында Дос деген көл болады. Сол көлдің маңында әке шешесімен сол жерде өмір сүрген екен. Жетімдікті, жоқшылықты көп көрген, үйінде ет жеуі, солардан тамақтануы, содан кейін Ботбай деген кісінің үйінде жаңағы жетім балалардың бірігіп сол жерде жаңағы сүйек саяқпен күн көруі, жаңағы рахметке қарағанда Ботбайдың қолының аштығы деген сияқты көп нәрселер осы жерде айтылып өтеді. Жалпы сол жерде жоқшылықтың қатты бір, жетімдіктің қатты бір тар кезеңдерін, қиын кезеңдерін басынан өткеріп жатқан кезде Сәбитті сол жерде бір әйел таниды. Сол мына бала кімнің баласы деп жаңағындай әйелдің дауысын естіген Сәбит сол жылы дауысты өзіне қарай тартады да жаңағы әйелдің қасына барады. Сол кезде әйел айтады, сен әкең аты кім дегенде айтады, мен Мұқанның баласымын ғой деп. Сонда айтады, қаншама қыздан қалған Мұқанның жалғызы зарлап қалыпты ғой, ешкімге керек жоқ болып қалған екен ғой, менің үйімде Бәшкенің туған баласы еді дейді. Бәшке деген жаңағы кімнің шешесі, Сәбиттің шешесі. Сөйтіп сол жерден өзінің туған кезін айтады. 1901 жылы 13 сәуірде туғанын сол әйелден біледі. Содан кейін негізі құжат бойынша 1900 жылы туған деп жазылады, бірақ 1901 жылы 13 сәуірде туған екен. Одан кейінгі өрт деген бөлімінде Күркілдек деген жер учаскеде тұрады. Сол Күркілдек деген жаңағы адам болады, оның еңбек сіңген, содан кейін сол жерде Күркілдек атауы берілген. Сол жерде шешесімен болған оқиғасы есіне түседі. Сол ауылда тұрған кезде маса көп болады екен да, сосын жаңа масахана дейді ғой кейбір жерде. Ауылда тұрған кезде жаңағы түтін қойып жатады ғой маса кету үшін. Сол жерде сол кезде жаңағы шешесі Балтуған деген өзіне кейін туған қыз болады, соны емізіп отырып жаңағы масадан кішкене нету үшін түтінді қойып кетеді екен. Сол түтінді қойып баланы емізіп отырып ұмытып кетеді, ұйықтап кеткен кезде жаңағы сиырлардың өкірген, бақырған, ауылдың адамдарын шулаған даусынан оянып кетеді. Оянса жаңағы жерде өрт, жаңағы түтіннен өрт болып кеткен екен. Ол өрт деген бөлімде осы әңгімесі айтылады. Бірақ ең бір аяныштысы бұл жерде жаңағы Балтуғанды шешесі емізіп қатты ұйықтап кеткен, осы емізіп отырып тұншықтырып өлтіріп алады. Жаңағы өрт болған жерде енді жер бір өтті ғой, қожайын келеді, сол кезде ел шулап жатыр, қожайын келді. Сол кезде Мұқан ғана бала шағасымен сол жерде қалып, әйелді жаңағы өлген баланы құшақтап, Балтуғанды құшақтап сол жерде қалып қояды. Соны қалып қойған кезде жаңағы қожайын келіп әкесін ұрып тастайды. Әкесі өте момын адам болған екен. Одан кейінгі саятшы Ораз деген бөлімі басталады. Ол бөлімде ол мылтықшы болған екен, Ораз деген. Сол жаңағы Сәбит Мұқанның семьясына өте көп қолдау берген, көп жаңағы жәрдемдескен. Ертең келе екі үй бір-бірімен тығыз араласып, сол жерде бірінің тамағын бәліш дейді ғой, сол бәліштен бір табақтан тамақ жеп, сондай жағдайға дейін жақын Мұқанмен араластары жақын болады. Бір терезде жағдайымыз жақсарды дейді бұл жерде. Одан кейін бақытсыз Бағила дейді, Бағила деген әпкесі 16 жасында тұрмысқа беріп жібереді. Жаңағы Мұқанның інісі Мұстафа деген болады. Сол Мұстафаның да жағдайы нашар болады, өзі аурушаң болады, қатты жаман аурумен ауырып жүреді. Балалары шиеттей балалары болады. Сол өзінің жағдайын жасау үшін бір жағынан ағасының көре алмай отырған ағасына көмек ретінде бір саудагермен жаңағындай бірлесіп айтады, оның екі биесі болады, сол екі биені берсең мен саған қыз тауып беремін деген сияқты жақсы бір нелерді айтады. Содан кейін ол ағасының жаңағы Бағила деген қызын соған құдаға атасып береді, Шошқабай деп аталады, жаңағы құдасы Сансызбай ма, Аңқыбайдан басталады. Сол кісіге жаңағы Бағиланы тұрмысқа береді. Бағила 16 жасында тұрмысқа шығарып бағы ашылмаған бақытсыз Бағила деген бөлімде әпкесінің жаңағы биеге сатылып кеткеніне жүрегі қатты ауырады. Бірақ Мұстафа мен Мұқанның арасында қарама-қайшылық, араздық басталады. Жаңағы малға талас басталады. Бір биені маған бермедің деп Мұстафа ренжіп, ол ауылдан көшіп кетеді. Ағасымен араздасып, ағайындықты үзіп кетеді.
енді Жаман Шұбар деген одан кейінгі бөлімде Жаман Шұбар деген ауылға Мұстафа көшіп кетеді. Сол жерге көшіп кеткеннен кейін бір жылдан кейін жылап көрісіп ағасымен татуласып ағасын қайтадан өзінің жағына алғызады. Жаман Шұбар деген Дос деген көлдің маңында орналасқан ең төрт құбыласы тең ауылдың бірі болып тұрады сол кезде. Дос деген қамысты көл болады, қамыс қасында көп болады. Жаңағы бұлар енді құстың жұмыртқасын алып соны талшықтап отырған адамдар, бұл жерге құстар ұя салмай қояды. Сондай бір қиын қыстаулар кезі болады. Бірақ Совет одағында коммунистік партия кезінде бұл жерде бірнеше совхоз орын алады. Сөйтіп бірте-бірте одан кейін Зарлы жоқтау деген бөлімінде Мұстафа өте ауырып жатады. Мұқан деп аталады ол ауылда. Мұқан әкесі Мұстафа көмектесіп отырады, Мұстафаға Мұқан көмектесіп отырады, бірақ әкесі аяқ астынан қайтыс болады. Сол кезде інісінің жаңағы Мұстафаның жоқтауы Советтің құлақ түкпірінде қалып қояды, соны жазады. Сол жерде Ұлтуған деген әпкесі екеуі қалады. Ұлтуған деген әпкесімен бірге бірлесіп, жаңағы шешесі қатты бір қиналып қалады. Одан кейін шешесі қайтыс болады, әкесін көмеді, шешесі қайтыс болады. Шешесі қайтыс болғанда Ұлтуған мен барамын киттің басына дейді. Халық жаңағы қазақтың салт дәстүріне байланысты қыз бала ол жерге бармайды деп көмуге жаңағы Ұлтуғанды жібермей. Ол жерде жаңағы кім Мұстафаның көмегімен кім барады? Сәбит барады сол жерге көмуге, шешесін жоқтап Ұлтуған үйінде қалады. Сонымен бірінші тарау осылай аяқталады. Екінші тарауда Инемен қазған құдық деп басталады. Шәкіжан деп аталатын Сәбитті әке шешесі Шәкіжан деп атап кеткен ғой. Соны Шәкіжан дегенді Мұстафа кейіннен Шәкіжан деп атайды. Бірде жаңағы отырған кезде Мұстафа ағасы кіші ағатайым деп атайды. Сол кезде жаңағы Мұстафа айтады, сен оқуға барасың деп, көзің ашылады, оқуға барасың, молдадан білім аласың, Құран оқисың, ертең әке шешеңнің басына Құран бағыштайсың деген сияқты баланы алдап жаңағы енді оқытудың несі ғой, амалы ғой, баланы молданың қолына оқуға береді. Хабиболла деген молда татар несі ұлты татар, бірақ ол Ишан деген молданың жалшысы болып қызмет атқарады. Сол жерде қора тазалаушысы екен. Сол жерде молдаға оқуға береді. Молдаға оқуға барғанда ол бір айтады, менің сорым осы болды деп айтады. Өйткені ол ұнатпайды жаңағы молдадан оқығанды, ауылдың молда. Алғашқы дүре деп басталатын бөлімінде ол жерде өзінің жаңағы ең алғашқы таяқ жегені, сол жерде жаңағы алғашқы дүренің соғылғандығы айтылады. Қадам оқу деген оқуында ескіше, қадам деген ескі деген мағынаны білдіреді араб тіліне аударғанда. Әліп, жұм, ғани, нан деген, нон, сүре деген сөздерді оқытады. Уже сүре арабша дастан деген мағынаны білдіреді. Сөйтіп осы несі осылай аяқталады. Қадам оқу дегенде қалай оқығандығы туралы айтылады. Қабір басында дейді, ол енді қабір басына бару үшін, қабір басында деген бөлімге қабір басына бару үшін Құранды жаттау керек болады. Бірақ түрік тіліндегі кітаптарды көп оқыды, түрікше әндетіп керемет оқиды Сәбит. Сондықтан бұл жаңағы қабір басына барған кезде Құранды әндетіп оқуды дағдылана бастайды. Кейін Шайын ағай деген бөлімінде ең бірінші сол ауылдағы қалың малмен үйленген ғой. Ол кезде қалың мал алмаса баланы бермейді деген сияқты. Жаңағы малдан алған кезде биеге берді ғой, сол сияқты. Ең бірінші сол ауылда малсыз үйленген Шайын деген ағай туралы айтылады. Бұл киім тігумен шұғылданған жаңағы Шайын киім тігумен шұғылданады, бірақ көбінесе балалармен тіл табысу жақсы болады. Сол кісімен қатты бір тіл табысқандығы айтылады. Еш болған еңбек дейді, соңғы бөліміне жақын еш болған еңбекте Мұстафаға біреу келіп жаңағы егін егуге жоспар жасайды, егін егуге ұйымдастырады. Сол кезде егін егеді сол ауылда, Жаман Шұбар ауылында егін егіледі. Егін өте жақсы болады, мол нан егіледі, бірақ қатты бір жауын шашын, қатты бір ненің құрғақшылық болып кетеді, жауын шашын болады. Соның салдарынан егін апатқа ұшырайды. Сол еш болған еңбектерінің сол бір зая кеткендігіне жандары қиналады. Одан кейін жоғалған құлақшынмен аяқталады осы екінші бөлімі. Бұл жерде Ыбыш деген кісі туралы айтылады. Ыбыш деген ерте кезде жоқшылықпен, жетім және жаңағы кедей болған, жаман киіммен кеткен адам кейін төре болып келеді сол ауылға. Сол төре болып келген кезде енді бай болып келеді ғой, солардың айтуы бойынша сол кезде керемет құлақшын киіп келеді. Сол құлақшында Нұртаза деген біреумен бәстескен кезде пешке жағып жібереді жаңағы құлақшынды. Құлақшынды жағып жүрген кезде Ыбыш таба алмай қалады, таңертең келіп тұрған кезде. Сосын оны іздеген